Қазақта айтады да, адал ас жанға дауа дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис сүннеттеріне қарасақ та, адамның құлшылық ғибадатының қабыл болуының да бірден бір себебі аузымыздан кірген астың, яғни тамағымыздан өткен астың адалдығынан екен. Адал ас ішкен кезінде ол сенің қаныңдағы тазалықты да білдіреді. Сол қанындағы тазалықта құлшылық ғибадаттың дұрыс болуына себеп болады екен. Өйткені бұл нәрсені ғалымдар не нәрсеге сүйеніп айтты десе, шариғатымыз бойынша кімде-кім ішімдік харам болған ішімдік ішетін болса, яғни ашық айтатын болсақ, арақ, спирттік ішімдік ішетін болса, онда ол адамның 40 күнге дейін қаны таза болмайтындығы зерттелінген. Яғни 40 күн бойы оның құлшылық болып есептелінгенмен қабыл болу жағы, сауаптылық жағы болмайтындығын ескерткен еді. Дәл сол секілді бұл спирттік ішімдік болмаса да адал, яғни сойылып жатқан малымыз адал жағынан сойылмаса, яғни бисмилля, Аллаху акбар деген секілді кәлималарсыз сойылатын болса, немесе ұрлықпен болып жатқан, немесе халал болмаған дүниенің ингредиенттердің қосылып кетуі де бұл астың адалдығынан шығарып тастайды. Сол үшін де біздер ішіп жатқан асымыздың қандай екендігіне мән беруіміз керек. Әсіресе жастар қазіргі кезде мына донер дейді, бургер дейді, жаңағыдай фастфудтар бар ғой. Сол нәрселер өте қатты дамып кеткен елімізде, өте көп ашылып кеткен. Бірақ олардың көбісінде де осы нәрсеге мән бермейді. Бастысы сауда, өту, ақша, бизнес, айналу. Бірақ алып жатқан жастар бұл нәрсеге мән бермеудің кесірінен құлшылық қылуға да, немесе жаңағы Алладан қорқу жағынан да, сөзге адал болу жағынан да бұл астың себебі болып жатқандығын көріп жатамыз. Ішіп жатқан асымызға мән беруіміз керек екен.